Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен балалардың иммунитетін дәрісіз табиғи жолмен қалай күшейтуге болатыны туралы айтамыз. Қазір көп бала жиі ауырады, суық тигізіп алады, жөтел тоқтамай қояды. Сол үшін иммунитетті дұрыс көтерудің маңызы өте жоғары. Иммунитетті тез көтерудің 5 әдісі туралы айтатын боламын. Бірінші әдіс дұрыс және теңдестірілген тамақтану. Баланың иммунитеті алдымен асқазаннан басталады. Күнделікті рационда мына тағамдардың болуы маңызды. Жеміс-жидек: алма, апельсин, киви, банан. Көкөністер: сәбіз, брокколи, асқабақ. Ақуыздарға: жұмыртқа, тауық еті және балық. Пайдалы майлар: жаңғақтар, зәйтүн майы. Абай болыңыз, фастфуд, газдалған сусын көп тәтті иммунитетті әлсіретеді. Баланың табағына әртүрлі түсті тағам салуға тырысыңыз. Екінші әдіс су ішуді қалыпқа келтіру. Суды қалай дұрыс ішкен жөн, суды қандай температурада ішкен жөн. Осы және өзге де сұрақтардың менің каналымдағы видеодан көре аласыздар. Сілтемесін төменде қалдырып кетемін. Көп бала күні бойы дұрыс су ішпейді. Су ағзаның табиғи фильтрі, иммунитет жұмысының басты бөлігі. Мектепке немесе балабақшаға міндетті түрде бөтелкемен су беріңіз. Шырын емес, нақты су ішу керек. Әр 1 килограмм салмаққа шамамен 30 мл су жеткілікті болады. Үшінші әдіс ұйқының сапасы. Балаға қажет ұйқы. 3 жас пен 6 жас аралығында 10-12 сағат ұйықтау қажет. Ал 7 жас пен 12 жас аралығында 9-10 сағат аралығында ұйқы болған дұрыс болады. Түнде ерте ұйықтау иммунитетті 2 есе күшейтеді. Кешкі гаджет ең үлкен жау. Ұйықтардан 1 сағат бұрын телефонды, планшетті алып қою керек. Төртінші әдіс күнделікті қозғалыс және таза ауа. Балаларға күн сайын қозғалыс қажет, тіпті 20-30 минуттық серуеннің өзі иммунитетті айтарлықтай жақсартады екен. Ауладағы ойын, велосипед, жаяу жүру, паркте серуендеу. Қозғалыс иммун жасушаларының белсенділігін арттырады. Және соңғы әдістердің бірі 5-ші әдісті дәрумені және күн сәулесі. Қыста балалардың 80%-ында дәрумені төмендейді. Бұл иммунитеттің әлсіреуіне әкеледі. Мүмкіндік болса күнде 15-20 минут күнге шығару. Балық, жұмыртқа, сары май тәрізді тағамдармен тамақтану. Қажет болса дәрігер бақылауымен D витаминін қабылдау. D дәрумені иммунитеттің басты қорғаушысы болып табылады. Балалар иммунитетін көтеру қиын емес. Ең бастысы дұрыс тамақтану, су, ұйқы, қозғалыс және күн сәулесі. Егер осы 5 әдісті тұрақты жасасаңыздар, бала әлде қайда сирек ауыратын болады. Егер жоғарыда аталған әдістер сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомның тақырыбы қандай болғанын қалайсыз? Қандай сұрақтар сіздің көкейіңізді мазалап жүр? Өз ойыңызбен бөлісіп, алып қосарларыңыз болса жаза кетіңіздер.